Отбасымды бұзған әжем. 4 бөлім. Авторы Айдана Істілеуова. Достар, мені жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Мен алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер шығаратын боламын. Өмір өтіп жатты. Атам қайтыс болды. Әжемнің қасында жүрдім. Екінші ағамның үйленетін ойы жоқ. Сіңлім мектеп оқушысы. Атам қайтыс болғалы, әжем үйіне жиі шақыратын болды. Бармасам, ренжіп қалады. Мен оқуымды бітіріп, енем жұмыс жасайтын ауруханасына медбике қылып орналастырды. Әр айдың айлығын жартысын әжеме беріп отырдым. Қалғаны өзімнен ауыспайды. Сол кезде енеме бір рет болсын орамал сыйлап көрмеппін. Не деген сыйластықты білмейтін адам едім. Енем болса әрбір мерекеде өзі бәрін қуантып, сыйлығын беріп жүреді. Енемнің сондай сыйластығын мен сорлы кеш түсіндім. Жалғыз ұлының әйелімін, ұл немере туып бердім. Мені көкке көтермегенде кімді көтереді? Деген сасық ойлар жүрегімді қарайтты. Енем мен атам менің әке-шешесіз өскенімді білгендіктен өз қыздарынан кем қылмай қарағанын түсінбедім. Бірде әжем менің қажылыққа Меккеге барғым келеді. Қанша ғұмырым қалды дейсің? Енеңе байыңа айт, ақша жиып Меккеге билет алып берсін. Өзің кредит алып жолыма ақша бер деді. Басында ойланып қалдым. Кейіннен әжемді ең болмаса Меккеге жіберіп, соңғы тілегін орындайын дедім. Күйеуіммен енеме айтсам, атама айтсам тауып береді деп ойладым. Өйткені қашанда әжемнің бір сөзін жерге тастаған емес. Үйге келіп әжемнің сөзін айтып едім, олар шошып кетті. Сол кездері қайынсіңлімді ұзату тойын жасаймыз деп ата-енемнің мия ашып жүрген, дипломға беретін ақшасы тағы бар. Енем алғаш рет ашулана, әжең бізге өкпесі жоқ шығар, басқа, енді Меккеге баратын билет алуға жағдайымыз келмейді. Көріп отырсың ғой, ана қызға той жасағалы отырмыз. Қанша кредитіміз бар. Ол кемпір де қартайғанда қайдағыны шығарып деп ашуланды. Мына сөздерге менің ашуым келіп, бөлмеге кіріп шықпай қойдым. Үнемі айтқанымды орынданғанға жаман үйренгенмін. Киімдерімді жинап, әжемнің үйіне кетіп қалдым. Күйеуім жалынып, ізімде жүр. Ата-енем де, бұл қылығың не? Сонша не жазып қойдық, бұлай жасама, ұят болады, деді. Мен де үнсіз олардың сөзін тыңдамай кетіп тындым. Балаларды алып кеттім. Өзімше оларды қорқытқан түрім. Олар әбден ата-әжесінің қасында жатып, мені анасы ретінде көрмеген. Екі ұлымды жұлқып, ол үйден сүйрегендей алып шығып, әжемнің үйіне тайып тұрдым. Артымнан ата-енем жалынып келді. Сонда да қайтпаймын. Әжеме Меккеге баратын билет пен виза жасап беріңдер. Онан да әжем де ортаға түсіп, күйеуім күнде келеді. Әжем оған маған Меккеге апаратын билет әперіңдер деп келген сайын байғұстың миын жеді. Екі ұлым жылап әбден мазамды алғасын, күйеуім келгенде беріп жібердім. Не керек, енем мен атам келіп үйге қайтуымды сұрады. Мен оған көнбедім. Енем, бөлек шыққың келсе айт, пәтер жалдап берейік. Бұлай болмайды ғой, сен бір үйдің келінісің. Осы уақытқа дейін бетіңнен қақпадық, мына тірлігің ұят енді, ертең қайынсіңліңді ұзатамыз, жүр енді үйге, деді. Ал мен ешқайда бармаймын. Әжеме билет мен виза алып беріңдер, сосын қайтамын ба көремін, дедім.
ата-енем күйеуім бір ай бойы үйге келді, ал мен қырсығып, онан әжем де араға түсіп, оларға ұрыстық. Күйеуімнің намысын таптадым десем де болады. Әкелген гүлін шоколадын көзінше мұсырға тастай салдым. Соңғы келгенде ол ішіп келді. Маған ызалана айқайлап, гүлім, осы уақыт бойы сенің еркелігіңді көтердім. Балалар үшін алдыңа келіп бас идім. Енді саған не керек? Саған соңғы рет мүмкіндік беремін. Қазір менімен үйге барасың, деді. Әй, неменеге сасып келіп бөсіп тұрсың? Саған қанша рет айттым, бармаймын дедім ба, бармаймын. Көзіме күйік болмай жоғалшы, деп есікті тарс жауып үйге кіріп кеттім. Сол күннен соң ешкім келмеді. Жұмыста енем көрінбейді. Ақсыз күн алып кеткен екен. Ойладым, ұзату тойға дайындалып, қолы тимей жүр екен деп. Жалғасы бар.